Иван Панфилов атындағы номері 39 мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Екесинова Фариза Нұрлыбекқызы. Мен 15 жыл еңбек өтілі бар педагог зерттеушімін. Мақсатым жас ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар беру, болашаққа саналы көзбен қарауға баулу, өмір жолындағы әр шәкірттің тұлға болып қалыптасуына ықпал ету. Менің ұстанымым Абай атамыздың тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттермен озады деген сөзін басшылыққа ала отырып, озық ойлы, білімдар, өзіндік ой-пікірі бар, қоғамның сұранысына лайықты ізгілік қасиеттерді бойына сіңірген тұлғаны тәрбиелеу. Шығармашылық жұмысымның тақырыбы тарих сабағында инновациялық әдістерді қолдану арқылы білім сапасын арттыру. Мақсаты тарих сабағын инновациялық әдістермен байланыстыру арқылы оқушылардың білімін арттыру және шығармашылық қабілеті жоғары тұлға қалыптастыру. Шығармашылық жұмысым 4 кезеңнен тұрады. Теориялық іздену кезеңі, байқау, бақылау, қорытынды кезеңдерінен. Сабағымда қолданатын әдіс-тәсілдердің бірқатары. Үй жұмысын сұрауға арналған әдістер. Жұмыс столы әдісі. Оқушылар топқа бөлініп отырады. Әр топ өтілген тақырып бойынша сұрақтар құрастырады. Құрастырған сұрақтарын басқа топ столдарына қояды. Топ мүшелері қойылған сұрақтарға бірлесе отырып жауап береді. Бұл әдіс ұжымшылдықты дамытады. Иә, жоқ әдісі. Әдісті ауызша немесе жазбаша орындауға болады. Оқушыларға дұрыс немесе бұрыс сөйлем беріледі. Оқушылар иә немесе жоқ деп жауап беру қажет. Бұл әдістің тиімділігі бір мезгілде оқушылардың барлығынан дерлік жауап алуға және уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Ыстық орындық әдісі. Ортада ыстық орындықта отырған оқушыға сұрақтар қойылады. Тиісінше оқушы сұрақтарға тездетіп жауап беру қажет. Бұл әдіс оқушыны жылдамдыққа, шапшаң қимылдауға дағдыландырады. Топпен жұмысқа арналған әдістер. Фишбаун әдісі. Балық қаңқасының басы тақырып сұрағы. Жоғарғы сүйектері тақырыптың негізгі ұғымдары, себептері. Төменгі сүйектері мәселенің мәні. Құйрығы сабақтың қорытындысы. Жазбалар мәселенің мәнін ашатын қысқа шешуші сөздер немесе сөз тіркестерінен тұруға тиіс. Фишбаун материалдарды жүйелеу құралы ретінде тамаша жұмыс істейді және тақырыпты түсінуге жақсы көмектеседі. Свот талдау. Оқиғаның күшті, әлсіз жақтарын анықтап, міндеттері мен қауіптерін талдап жазады. Әр оқиғаны жан-жақты зерттеуге, анализ жасауға тиімді. Хикая картасы әдісі. Оқушылар болған оқиға немесе тұлғалар туралы хронологиялық реттілікті сақтай отырып, картаны толтырады. Бұл әдіс оқушылардың есте сақтау қабілетін арттырады. Жұптық жұмыстарға тарихи диктант, сәйкестендіру, попс формулалары тиімді. Жеке жұмысқа өрмекшінің торы әдісі, сондай-ақ Kahoot, Quizzes платформалары оқушының жылдамдықпен жауап беріп, өзіне көп ұпай жинауына мүмкіндік береді. Оқушыларының жеткен жетістігі. 9-11 сыныптар аралығындағы пәндік олимпиаданың қалалық, облыстық кезеңдеріндегі 2-3 жүлделі орындарды иемденген Лесалы Аяулым, Ашықбек Жания және Манас Гүлнұр. Сондай-ақ республикалық тарихата олимпиадасының жүлдегерлері де бар. Мұғалім жетістігі, педагог мәртебесі, тәжірибе алаңы атты журналдарда мақалаларым жарияланды. Сонымен қатар облыстық, республикалық сертификаттар мен дипломдармен марапатталдым. Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде ғана өз пікірін айта алатын, оны дәлелдей білетін, өмірге деген өзіндік көзқарас қалыптасқан, үнемі ізденіс үстінде болатын, қоғам дамуына үлкен үлес қоса алатын, жан-жақты жетілген жас ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. Демек, жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді пайдалану білім сапасын арттырудың бірден бір жолы.